Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Тұғырлы Тұран университетінің қабырғасында Қазақстан халықтарының тілдер мерекесі тойланып жатыр. 1998 жылдың 20 қаңтарында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 22 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер мерекесі болып жарияланды. Әр жыл сайын бұл мерекені Қазақстанда тұратын ұлыс өкілдер мен ұлттар тойлап келеді. Еліміздің жоғарғы оқу орындарында тілдер мерекесі ерекше аталып өтті. Оған себеп Қазақстандағы 130-дан астам ұлт өкілдерін бір ортаға жинап, еліміздің ынтымақтастығын насихаттау болып табылады. Атап айтқанда, Қазақстанда өзге ұлт өкілдеріне өз тілдерін оқытатын мектептері бар, және оларды мәдени-рухани қолдау бағытында Қазақстан халқы ассамблеясы да жұмыс істеп тұр. Еліміздегі бірлік пен келісімді білдіретін шаралар аясында өнер шеберлерінің концерттері, тілдерді меңгеру бойынша конкурстар, дөңгелек үстелдер мен ғылыми конференциялар өтеді. Маған бүгінгі шараның атмосферасы өте қатты ұнады, себебі әрбір бірінші курс студенті өзінің артистік қабілетін көрсетіп, өзін сахнада қалай ұстау керектігін және тағы басқа көптеген шараларды бүкіл жақсы қасиеттердің барлығын алып деп ойлаймын. Бүгінгі тілдер мерекесіне арналған іс-шара студенттерге өнерін көрсетуге деген бір талпыныс болды. Біз бәріміз бір-бірімізді қолдадық, бір-бірімізбен таныстық. Я был координатором, наставником у первого курса у маркетологов и логистов. Они показывали Турцию, показали колорит, национальный танец, песню турецкую. Я думаю, всем понравилось. Каждый год делаем это мероприятие у нас в университете. И в этом году был основной уклон на первокурсников, то есть на студентов первого курса, для того, чтобы они показали свой потенциал в студенческой жизни. Тілдер мерекесі барысында студенттер әртүрлі ұлт өкілдерінің рөлін сомдап, оның ішінде жапон, неміс, украин, түрік елдерінің мәдениетімен таныстырды. Іс-шара аясында тек сахнада өнер көрсетіліп қана қоймай, сол елдің ұлттық тағамдары көрермендерге тарту етілді. Бәсекелестік факультеттер арасында өте керемет, қарқынды дамуда, және әр мамандық өзінше ерекше дайындалғаны көрініп тұр. Концерт бүгінгі күн өте керемет дәрежеде өтті. Барлықтарыңызға рахмет. Тұран университеті жасай берсін. Тұран университетінде дәстүрлі атап өтілетін бұл іс-шара да өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Гүлмира Тоғызбай, Саяна Сейтқожа, арнайы Тұран Channel үшін.